Ертегі бере білген бөле білер. Баяғыда бір жарлы болыпты. Мінуге аты, ішуге асы болмапты. Бала шағасы көп болыпты. Мал дегенде маңдайына біткен жалғыз ғана қазы болыпты. Аштық атаң емес деген тесік тамақ шыдата ма? Ақыр соңында сол қазды жемекші болып сойып пісіреді. Бірақ оған салатын тұзы да, қосып жейтін наны да болмайды. Сонда жарлы әйеліне: осы қазды тұзсыз, нансыз жегеннен ханға апарып тартсам қайтеді? Сөйтіп одан бірнеше күн тамақ қыларлық астық сұрасам қайтеді дейді. Сонда әйелі: мейлі, сөйтсең сөйте ғой дейді. Жарлы ханға пісірген қазды алып келеді. Тақсыр хан дейді ол, мынау сізге әкелген сыйлығым еді. Аз да болса көптей көріп қабыл алыңыз. Барымыз әзір, жоғымыз жай, дейді жарлы. Сонда хан: рахмет, рахмет сізге. Ал енді бұл қазыңды үй ішімізге бірдей етіп өзің бөліп бер, дейді де жарлының қолына пышақ береді. Ханның өзін, ханымын, екі ұлы, екі қызын қосқанда 6 жан екен. Сонда жарлы қаздың басын кесіп алып ханның алдына қояды. Сіз үйдің басысыз, сондықтан сізге бас лайық. Ал бас мойынсыз, хан ханымсыз болмайды. Сондықтан сіздің ханымыңызға мойын деп, мойынды кесіп ханымның алдына қояды. Екі аяғын кесіп екі баласына береді. Сендер атаның жолын қуып ізін басасыңдар. Сондықтан сендерге аяқ лайық дейді. Содан соң екі қанатын кесіп екі қызына береді. Сендер жат жұрттыққа жаратылғансыңдар. Ертең бой жеткен соң ата-ананың қасында қалмай, құсқа ұқсап ұшып кетесіңдер. Сондықтан сендерге қаздың қанатын беруге тура келді. Ал жарлы қонақ, кеудесі жарлыға қалмақ деп, қаздың бар етін өзінің жанына қояды. Хан жарлының әділ бөлісіне таң қалып, қарқ-қарқ күліп ырза болады. Өзін әбден сыйлап, тамаққа тойдырып, астық беріп үйіне қайтарады. Мұны бір мырза естіп, жарлы бір қаза барып ханнан мұнша сыйлық алды, мен одан кеммін бе деп жарлының алғанына қызғаныш етеді. Сөйтеді де ханға ол бірден 5 қаз пісіріп әкеледі. Хан: әкелгеніңізге рахмет, бірақ мұны 6-ауымызға тең қылып бөліп бер дейді. Мырза олай салып, былай салып көреді, бірақ қаздарды тең бөліп бере алмайды. Содан соң хан баяғы жарлыны шақыртып алып, мына қаздарды сен бөл дейді. Жарлы бір қазды алып хан мен ханымға береді де, сіздер 3 болдыңыздар дейді. Бір қазды 2 баласына беріп, сіздер де 3 болдыңыз дейді. Тағы бір қазды 2 қызына береді де, бұлар да 3 болады. Мына қалған 2 қазбен мен де 3 болдым дейді. Сонда хан: міне, әділ болсаң осындай бол, бізге де тегіс берді, өзінде ұмытқан жоқ депті. Бере білген бөле білер деген мақал осыдан қалған екен. Хан жарлыға тағы да қазынасынан көп сыйлық беріп қайтарады, ал мырзаны қуып жіберген екен дейді.